Қорғансыздың күні. Екінші бөлім. Жақып өлгенде бата қылушыларға мен қойымды сойғамын деп, мұқашым қысылып жатқанда, даладан ет таусылса, сойып аламыз ба деп жүрген жалғыз ту қойымды әкетті ғой. Мына келініме, шаруаға ие болатын кісімсіп, қоқақтамасын, одан да Жақыпты жоқтауын білсін. Малға ие болам деп жүрме өзі, деп айтады дейді. Менің балам тірі болғанда соның тіршілігінен аужал алып телміріп отырушы еді. Балақтағы биттің басқа шыққанын көрмеймісің? Бұлар үшін қарағым не көрмеді, дей келіп қабағын көтеріп күрсініп алып. Сол тірі болса маңына келе алар ма еді? Бәрінің де боғын жуып, жақсысын асырып, жаманын жасырып, адам секілді қылып, осы ауылды адам қатарына қосқан сол емес пе еді? Жоқтығына қарамай үйін базар, түзін той қылып, думан қылып, отырудан босаушы ма еді? Момындығы, биязы сыпайылығы қандай еді? Топырағың торқа болғыр, қарағым. Мына жамандардың ішінде оның тырнағына татитыны бар ма? Жақыбым осы жолы ауырғанда, солардың кеселінен ауырған жоқ па? Менің қайынымның Мылжың Дүйсен деген баласы бар ғой. Қатынша жыбырлағаннан басқа істейтін адам сияқты бір мінезі, бір ісі жоқ. Жанынан асқан дүние қоңыз. Үйіне бір қонақ қонса, соған асқан бір жілікке жаны шығып, тыжырынып отырады. Үйіне қонақ қонған күні қатынына тыныштық жоқ. Етті көп асасың, мені құртасын деп мыжиды да отырады. Соның үйіне қыс басында Шұбардырдың көп ұрыларының біреуі келеді. Мылжың тамағым жоқ, жатқызатын жерім жоқ деп түн ішінде боранда қуып жіберген. Ежелден уақыты кісі құрылым көрмейтін, екі сөздің бірінде шауып алам, айып алам деп тұратын. Өктем елдің баласы бұл қорлыққа шыдасын ба? Өлмесең, өрең қап, деп далаға тентіретіп жіберген соң. Сол түнде келіп қорасын талқан қылып жарып, 4-5 семіз қойын, малға мініп жүрген 2 атын алып кеткен. Соған өзі іздеп баруға қорқып, барсам тағы атымды алып қояды деп Жақыпқа келді ғой. Сенімен ол елдің басты кісілері таныс, сөзіңді тастамайды. Менің малымды көрнеу қоя беріп отырмысың деп асылып отырып алды. Жер-жебіріне жетіп ұрсып. Құдай сүйер қылығың жоқ, қазанбұзар үйтентексің. Кісі ығысатын айдының жоқ, неменесіне жуан сүйсін. Бір күні болмаса бір күні керек ағайыннан жалғыз жілігіңді аяйсың. Жуан болсаң, мықты болсаң, осы арқалықтың түбінде өткен-кеткен біреумен ырылдасып неменеге отырсың? Дүниенің аст-үстіне аударып, сенің болысыңнан оның ұрысы жуан болып отырған тобықтыға сенің жол үстінде тұрған жаман лашығын жүк болып па? Өтпес жарлық, бойға қорлық екенін әлі күнге неге білмейсің деп жерден алып жерге салды. Аяғында мойнына су құйылып, өзіңнен басқа сенерім жоқ деген соң, әлгі иттің малын іздеп кеткені ғой. Табандаған 20 күн жүріп, табанынан таусылып бармаған кісі қоймай, аяғында бар малын алып келді. Ұрысы жуан ауыл екен. Басында ел кісілерінің сөзіне көнбей, Дүйсен Мылжыңның ызасы өткен деп қасарып болмапты. Содан соң елдің басшы адамдары, мұнымен құда бол, әйтпесе малың тимейді деген соң Мылжыңның 9-10 қызын ұры ауылдың соқталдай бір азаматына бермек болып, сөз байлап малын алып қайтыпты. Сол ұрымен осы күнде бал жаласқан құда болып отыр. Жақып сол жолда суық тиіп, өңі қашып, қу шүберектей болып келді. Артынан немене 2-3 күн өткен соң қатты жығылып, төсек тартып жатып қалды. Аяғы мінекей мынау болды. Жә, сол Мылжың осы күнде не істеп отыр де. Менің балам қолының қысқалығына қарамай, анаған да, мынаған да арпалысып, ертеңді кеш қарап отырмай сауда қылатын еді ғой. Біреуден ат көпір қылып алып, біреуге ат көпір қылып беріп жүретін.
Кімге не беріп жүретінін білеміз бе? Қарағым, кейде сыр қылып не істеп жүрсің деп саудасының жайын сұрағанда күліп, апа, соны не қыласыз, мен тірі болсан аштан өліп көштен қалам деймісіз деп жүре беруші еді. Бүгін басыма күн туған соң біліп отырмын ғой. Әйтпесе ішкен жегеннен басқаны біліп бедік. Жалғыз-ақ өтетінінен бір күн бұрын қолына қағаз қарындаш алып есеп қисабын жазды. Қағазының есеп қисабын көрсеткенінде жұрттың айтуынша бересісіне қарап аласы да бар екен. Балам дүние салып жүре берді. Артында қалғанын есептеп отырып, қақ жартысын өзінің жабдығымен бересесіне шығарттым. Осы күнде қолымызда қалғаны 10 шақты тұяқ, 2-3 қана ірі қара. Елдегі аласының бұл күнде іздеп алар бізде дәрмен жоқ. Сонда жұртқа беретін бересісін есепке салып төлегенде өз елімнің Мәрден деген пұшығына бермек 3 қараның сомасындай борышы бар екен. Әлгі құрғыр ойымыздан шығып кетіпті. 10 шақты күн болды, сол келіп малын сұрап жүр. Біздің қолымызда қалып отырған азын-аулақ малы мынау. Одан берейік десек, шұбырып кеткелі біз отырмыз. Қарағымның мойнына қарыз қып, өзі жинаған азын-аулағын өзінің сауабынан аяйын деп отырғаным жоқ. Жалғыз-ақ дүниесі құрғырдың тарлығы жалтан көз қылып өлтіріп барады. Елден баламның аласысын жиып алғанша деп сөйлессем, жай жапсарымды айтсам, пұшық тоқтайтұғын. Бірақ соны маған сөйлестірмей, әлгі Дүйсен деген мылжың бар. Тағы толып жүрген бөрала секілді туысқандарымыз бәрі бас қосыпты. Сөйлескен сөзі мынау. Мәрден Тобықтының Жуан ауылының кісісі. Ол ақысын сіңіртпейді. Және ол Жақып үйінің жай күйін біліп отыр. Оларды жылатып еш нәрсе алмайды. Түбінде осының пәлесі бізге түседі. Басы аман, малы түгел. Жақыптың отына бірге күйетін жақыны деп бізді ұстайды. Біз бұдан басымызды амандап, құтылмасақ болмайды десіпті. Соған жасап отырған айласы не деші? Қарағым, айтуға ауыз бармайтын сұмдық. Тышқанның өлгені, мысықтың ойнағаны, деп ендігісі қалған көзімнің қарашығы жалғыз Ғазизамды жылатпақ. Кешегі Жақыптың әруағы лағнет оқымасын, Мәрденді де жылатпайық. Биыл бұның қатыны өлген, Ғазизаны соған берейік деп айтады дейді. Кеселділердің осы сөзін естігенде мына отырған балам зарлап қоя берді. Осы сөзді айтқанда кемпір маңайындағы жауыздықтың бәрі айқын көріп, өздерінің сол жауыздықтың қолында бір ойыншық болып отырғанын көріп, ыза мен көзінің жасы сорғалап ағып кетті. Ақан мен Қалтай бұл әңгіме айтылып отырғанда жайланып шынтақтап, жантайып жатып, анда-санда көздерін Ғазизаға жіберіп қойып, қадағалап қарап отырды. Кемпірдің сөзін жалықпай тыңдап отырса да, Ғазизаға қарай қалған пішіндерінде көңілдегі бір адалдық пен іштеріне жасырынған жат ойдың белгісі көрініп тұр. Ғазиза анда-санда ауыз үйге шығып, отты қағыстырып, және басқа әртүрлі ұсақ шаруаларды қарастырып келіп отырды. Қонақтар алғашқы келгендегі кейіс Ғазизаның қабағынан әлі жадыраған жоқ. Жалғыз-ақ айрықша сыпайылығы және үндемей ақырын жүріп, биязылықпен істеген істері ішіндегі сырын сыртына шығармай жасырыңқырап отырды. Кемпір қызарған көзін сүртіп әңгімесін қайта қозғады. Ендігі даусы ашулы, қатаң келді. Кешегі баламнан қалған жалғыз көзім. Бұл жылаған соң бізде не тақат тұрады? Бұны жылатқан соң қуарған қу өмірдің не бағасы бар? Сол сөзді айтқызып отырған сымдарды қарғадым, ұрыстым. Одан басқа біздің қолымызда не тұр? Жыластық, аяғында сонымен қойдық. Міне, 2-3 күн болды, сол пұшық әлі күнге кеткен жоқ дейді. Енді әлгі мылжыңның қатыны Жеңгетай болып жүрсе керек. Менің қарағыма келіп айтады дейді. Шешелеріне жаңын ашса, Мәрденге барғаның жөн емес пе? Сен жігіт болып осы үйіңнің жұмысын басқарып отыра алмассың. Одан да өзің біреуге сүйенген болсан,
сен сүйенгенге шешелерің де сүйенеді ғой деп айтады дейді. Сөзінің қыршаңқысын қарасаңшы, мен сонда баламды бір пұшыққа бермек бекем, қатынының, мылжыңның, өзінің ойы да менің балам көнсе пұшыққа жетектетіп қоя бермек болса керек. Қасиет бар моларда, кәпірстан болмаса ойласайш, менің үйім осы ауылдың үлкен үйі. Бүгін сол қара шаңырағының құруға айналып отырғаны мынау. Қарымағанда кім қалды? Бұл үйдің жайын ойласа, тұмсығы тасқа тиетіндей болған жоқ па? Ендігі қалған біз қалқиып. Баламның ізін жоғалтпаймын, орнын сақтап Құранын үзбейміз десек, соны ұқпайды. Ұқса да өзінің құлқыны үшін, осы айтқандарында істетпеймін деп анталап, қолымыздағы азын аулаққа көзі тынып, соны бөліп алуға асығады. Әлгі менің баламды ана пұшыққа беріп жібермек болып жүргендегі ойы не деші? Қарағым, бүгінгі дүниеге ие болып, қалқиып осы азын аулақ шаруаны ұстап отырған Ғазиза ғой. Осыны бірдеңе қылып, көзден таса қылсам, мына кемпір мен ана көзінен айырылып отырған қатын шаруаны ұстай алмайды. Мұнан соң бар малымен, дүниесімен өз қолыма тиеді ғой дейді. Менің баламның жылағаны оларға не керек? Жақыптың әруағы ырза болмай, күңіренгені не керек? Қу құлқынын ырза қылса болды. Мінекей, хаш жаман қасындағысын қарақтайды деген осы. Көрер көзге моп-момын, мүп-мүләйім боп жүрсе де, ол мылжыңның іші осындай. Кеудесі толған, борсып жатқан бықсыма арамдық. Артынан естідік-ау қарағым тағы. Баласы баруға ырза болса болды деп айтады дейді. Ол ырза болса, қатындарға сөз салмай, баланы мінгестіріп қашып жібереміз дейтін көрінеді. Мінекей қарағым, осы айтылып отырған дұшпанның дұшпандығын ойлағанда, ақылымыз алтыға, ойымыз онға бөлінеді. Осылардың осындай қорлығын ойлағанда, осы жерде өле қалғым келеді. Кемпірдің көзінен тағы да жас моншақтап домалап алдына түседі. Құдайдың менің өз басымнан, менің ұрпағымнан аяған қазасы бар ма? Жасымда шешем өліп, өгей шешенің қолында қалып, жетімдіктің зарын өзім тартып едім. Содан өмірім жылаудан, күйіктен арылған емес. Енді қартайып, төрімнен көрім жұмақ болғанда, Құдайдан ертеңгі кеш тілейтінім, Жақыбымның жаманатын естіртпе, осының алдында ал деуші едім. Ол тілегімді істемеді деп, көзінен бетіне аққан жасын жеңімен сүртіп, мұрнын сыңбіріп, тілеуі құрыған мен сорлы бұл күйік, бұл дертті көргенше шірісем едім деп сөзін тоқтатты. Кемпір барлық мұң мен шерін айтып отырғанда, бір қалып, бір пінімен тыңдап отырған ақан әңгіме біткен соң басын көтеріп алып, кемпірді жұбатпақ үшін аз сөз айтты. Сөзін шала естірлік қылып ақырын айтқан соң ұғымсыз бірдеңе болды. Сезімді адамның жүрегін шаншытып, тіксіндіретін, жұртты мінезінен жирендіретін, түңілтетін көрнеу жауыздықтар, ауыр халдер ақанға көп әсер бере қойған жоқ. Жалғызақ сол әңгіменің ішінде болып қорлық, ыза шегуші, қайраты қуаты жоқ сорлы кемпірдің өзі айтқандағы аз ғана жүрегінің тыныштық, сезімсіз қалпын бұзғандай болып отырды. Бірақ күндегі өміріне бұл секілді талай жауыздықты көріп, өзі де сондайлардың ішінде болып жүргендіктен, мына естіп отырған сөзінің бәрі көңіліне таныс, таңғырарлық тамашасы жоқ. Оқып кеткен сабағы секілді болды. Кемпір бәрін айтып жылап, қызы мен келіні ішінен тынып, қайғы жұтып отырған күйін ойлағанда, азырақ сілкінгендей болып, осыған жанашырлық-ау деп, жүрегін зорлықпен жұмсатайын десе де, аздан соң сезімсіз салқын қалпына қайта барып отырды. Бұл адамның іші жақсы сезіміне, жат болып кеткен бір күңгірт дүние сияқты. Өз басына келгені болмаса, бөтен кісінің басына келген ауыртпалық пәле болып көрінбейді.
Оның тартқан қасіреті көңіліне қонбайды, сезіміне сіңбейді, тіпті ұғылмайды. Бұл сағатта кемпірдің жүзіндегі қалың уайым, жүрегінде қандай толқын барлығын көрсетіп тұр. Әңгімесін аузымен тоқтатса да, көңілінде соның аяғы тағы да созып, түкпірлеп ойлап, қайғының қабат-қабат шыңына ақылымен кіріп отыр. Бұл уақытта ойлап отырғаны өтіп кеткен күн емес, алдында келе жатқан күннің жайы. Кемпір келешекте көзі көретін ауыртпалықтың, қайғының бәрінде көз алдына анықтап келтіріп ішінен осының бәрін көретінім рас, осындай азап, қасірет тартатыным шын деп бас иіп отыр. Бірақ адамның жүрегін пішінінен танитын кісі болса, кемпірдің жүзіндегі халды көргенде еріксіз бұл адамды көңілімен құрметтегендей еді. Дауылдың қара бұлтындай болып әдейі басына арналып келе жатқан қайғы қасіретті көріп, соның алдынан айласыз, әлсіз күйде өзінің отырғанын біліп тұрса да, кемпірдің жүзінде үлкен сабыр бар. Күйіп пісіп жасығандықтан белгі жоқ. Сымбаған ажар, қажымаған қайрат, кен салқын ерлік бар. Ақан Ғазизаға алғашқы кезде көп қарауынан әлі күнге таңған жоқ. Кемпірдің көзі өзінен ауғанда, оның көзі тек Ғазизада болып отыр. Көңіліне оранған ойын қараған сайын пішінімен мағыналандырып Ғазизаға білдірмекте. Бірақ көңілі бұзылып, жаманшылықтың бетін көрмеген Ғазизаға ол қарасты ұғуға шорқақ болды. Ол өз пішінімен еш нәрсенің белгісін берген жоқ. Ақан көп қарағанда ол қымсынып, қысылыңқырап, биязылығын сақтауды ғана ойлады. Біраздан соң ас пісті. Кемпірдің сыйламақ болып салғызған тәтті дәмді тәуір еті қонақтардың алдына келді. Бір талай уақыт өтті. Қонақтар тамағын ішіп жайланып, біраз отырған соң жатуға ыңғайланып, тысқа шығуға айналды. Кемпір қонақтарды әуелдегі сый көрген, құрметтеген көңілмен Ғазизаға: «Қарағым, қонақтардың атына шөп керек қой, өзін шам алып бірге барып, шөп алатын жерді көрсетіп бер» деді. Ғазиза бұрын ойына еш нәрсе келмесе де, Ақанның көп қарағандығынан сол арада сескеніп біраз үндемей тұрды. Аяғында шықпасына болмайтын болған соң, шешесінің сөзіне зорға көніп, қонақтардың артынан бұда шықты. Ақан Ғазизаның үйінде отырғандағы ажарынан үміттенерлік еш нәрсе көрмеген соң, тысқа шыққанда Қалтайға сыбырлап, жасырын бір талай сөз айтты. Қалтай басын изеп сөзін мақұлдады. Ғазиза бұл оқиғаны көрген жоқ. Артынан біраздан соң Ақан қораның ішіндегі есіктің аузында қалып, Қалтай мен Ғазиза шам ұстап, пішен қораның ішіне кірді. Пішен қораның бұл жері қораның ішінен қатынасатын, жаңада желініп жүрген кішкене үңгір еді. Барлық кеңдігі бір-ақ кісі сыйғандай, төбесі аласа бір қуыс. Ғазиза шам ұстап ауызда тұрды. Қалтай пішен қораның ішіне кірісімен шөпке қарамай, үлкен жұмысы ол емес басқа нәрсе екенін сездіріп, өңі өзгеріп, өтірік күліп қуланып, әдепсіз мінезге түсіп, ойындағы дайындап алған сөздерін сөйлей бастады. Ғазизаның алдында сескенген ойы, Қалтайдың не айтпағын сезіп, қатты ашуланып, бір жағынан намыстанғандай болып, сөзінің аяғын бітіртпестен: «Сенің ойындағы сұмдығынды білмей тұрмын ба, аулақ жүр. Мен сенің мазақ қылатын кісің емеспін» деп лампыны жерге қойып жөнеле берді. Қалтай күтпеген сөзді естігенде басындағы күліп тұрған пішінін жия алмай, оның үстіне аңырай аң-таң болып, ойына еш нәрсе келмей біраз тұрып қалды. Ғазиза сол бетімен жүгіріп, екінші қораның есігінен шыға бергенде, есік алдында екеуінің сөзін естіп тұрған Ақан ұстай алды. Ғазизаның әуелде үрейі ұшып кетіп, есін жиып алғанша, Ақан көтеріп пішен қораның қуысына алып келді. Қалтай шамды өшіріп жіберіп, қораның ішіне қарай кетіп қалды. Дүниені қараңғылық басты. Ғазизаның үрейі ұшып, жүрегі тулап, есі шыққандай болып, сезімнің бәрі жоғалып, жалғыз-ақ құтылсам-ау дегенді ойлап, қайта-қайта қатты жұлқынып ұмтылды. Сезімі жоқ,
Қатты ұстаған мықты қол рақым ойлап жібермеді. Еріксіз өз еркіне көндірді. Жалғыз-ақ қараңғы қуыста жалбарынған, біресе есі кетіп, жүрегі жаншылып, үзіп-үзіп жылаған дыбыстар келді. Сезімі жоқ жаусыз қара күштің қылған күнәсі мен зұлымдығына қатты тоң жер, суық балшық, көрдей қап-қараңғы дүние куә болды. Қалтай алғашқы бетімен тоқтай алмай, қақпаны ашып тысқа шықты. Жел күндізгісінен қатайған. Күн алақаншықтап қатты борап тұр. Қалтай күресінге таман шығып еді, гуілдеп, екпіндеп соққан қатты жел дедектетіп, бетіне ұсақ қар себелеп ығын кетірген соң қайтадан қораға кірді. Алдынан ентігіп, беті дуылдап қызарып, жаңа болған құмарлықтан бұзылған түрмен ақан шыға келді. Екеуі де сөйлескен жоқ, бірақ көңілдегі істерін айтыспай-ақ ұғысты. Ғазиза зорлықтан босанғанда есі ауыңқырап, көңіліне дүниелілігін жоғалтқандай, өзінен алыстап бара жатқандай болып көрінді. Бұл сезім, бұл уақытқа шейін көңіліне келмеген аса жат бір суық сезім. Биіктен тайғанап, құлап келе жатқандағы сезімдей бір түрлі шолақ, ұғымсыз. Не қыларын білмей, өксіп-өксіп жылап, жерден басын көтерген қалпында отырып қалды. Бір талай отырған соң, ептеп есі кіре бастағандай болды. Бірақ есі кірген сайын ойына келген нәрсе өзгеше суық түрде. Әуелі әкесі өлгеннен бергі басына түскен ауыр хал түгелімен көз алдына тез елестеп өтті. Ақырында соқыр болып, мүгедектеніп отырған шешесі, қартайып, қайратынан айырылып, кемтар болып отырған кемпір әжесі есіне түсті. Басында бір ойына келген нәрсе шешелеріне барлық көрген қорлығын айтып жылап, зарлап жату еді. Артынан әлгілердің әлсіздігін ойлағанда іші құсаға толып, жас жүрегі жаншылып, бұл күнге шейін көрмеген азабын тартты. Жас күнінен бір үйдің түгелімен еркелетіп, алақанына салған баласы, еш уақытта қанаттыға қақтырып, тұмсықтыға шоқытқан емес. Жүрегінде ар ұят та, жігер намыс та бірге өскен. Кедейлігінен, қорғансыздығынан басқа міні жоқ, салмақты таза тәрбиелі бала. Бұл күнде сол не көріп отыр? Әкесі өлгеннен бергі, Құдай, біреудің зорлығын, қорлығын көрсетпе деп тілеген уыз тілегі қайда кетті? Бұрынғы бейнет, бейшаралық бұлай тұрсын, мынау көрген мазақ не? Осынша қорлау, рәсуалау не? Әуелден бергі қазаны көруіне осы қаршадай жас баланың не жазығы болып еді? Бүгінгі өмір бойында құлағы естімеген зорлық, зұлымдықты көруге не жазық қылып еді? Қандай арамдық, не бұзық құлқы болып еді? Ешбіріне жауап жоқ. Бірақ қайда жүрсе де, артынан көлеңкесіндей қалмай жүрген бір сорлылық, бір жылау. Осы айтылған сөздің бәрін Ғазиза мұндайлық толық қылыш ойламаса да, әр қайсысын көңілмен жүйрік аралап өтті. Осыны ойлаған сайын жүрегін ыза керней бастады. Көңілдегі күшті намыс сілкініп оянғандай болды. Барша басынан кешірген жетімдікке, бейнетке, жалғыздыққа, қорлық мазаққа түгелімен қарсылық ойлады. Өмірінде сыртына шықпаған ашу, ыза, намыс, барлық еркін билеп, дуылдап басына бірақ шықты. Қорлық, мазақ көрген Ғазизаның көзінен дүниенің барлық қызығы кетті. Жастығына лайық болған үміт, қиялдың бәрі де ойын басқан қараңғылыққа батты. Көңіліндегі өмір сүрсем деген оттың ақырғы жалыны сөнді. Ғазизаның көңілін бұл қиял кернеген сайын үйге кіру керексіз бола бастады. Көңілінде қалған таусыншақ сезімнің ойлатқаны, енді үйге кіріп қайтемін, үйде мен көретін не қызық қалды? Бейшара болған шешелерім ақырғы қайғымды көрмей-ақ, білмей-ақ қойсын. Қайғылы бір сыр көрге бірақ кетсін дегендей болып тысқа шықты. Күн әуелгі қалпынша ақ түтек боп борап тұр. Біресе өкіріп, біресе гуілдеп, құтырынып, ұйтқып соққан қатты жел Ғазизаға жүр дегендей болып детектетіп алып жүріп кетті.
Ғазиза кетіп бара жатып ойланып, артына қарап, бейшаралықтың кебінің киген кішкене ескі қорасын көрді. Ұйтқып аспанға ұшқан ұсақ қар жүрген сайын көзінен ол қораны жасырып барады. Үстінен үскіріп соққан қатты жел қарды айналасына төгіп, оны да көмбекші. Бейшаралық, иесіздіктің таңбасы басылған ескі лашықтың ішінде Ғазизаның балалығы, еркелігі және қайғысы, қасіреті қалды. О да бірге көмілмек. Барлық жүрегіне жылы жақындары нәзік қылып өсірген ұясы қалды. Ғазиза енді суық, қатал табиғаттың еркінде. Өмірінің ақырғы қалған жанары қай жерде, қай уақытта сөнері белгісіз. Суық жел жұқа киімінің ішіне кіріп, кеулеп, ығын кетіріп, жауратып ықтыра бастады. Ғазизаның көңілінде қалған ойдың ең ақырғы бұйрығы әкесі мен бауырының бетіне барып, екеуінің арасында отырып зарлау. Дүниеде жетім болып, жалғыз қалғандағы басынан кешірген қасіретін шығару, азабын, дертін айту. Ғазиза бетті бетіне алып, «А, Құдай, ендігі бар тілегім осы көкемнің басына жеткіз» деп жүріп кетті. Біз Ғазизаны шығарып салып, үйдегі әңгімеге келейік. Ақан әуелгі бетінде тысқа шығып, өзгелерден бұрын үйге кіріп жатып қалды. Бірақ тыста болған әңгіменің немен тынарын білмей, біресе күдіктеніп қорқып, біресе азын-аулақ өкінгендей болып тынышсызданып, қорғалақтап жатты. Ғазиза келетін уақыт болды. Бірақ көп уақыт өтсе де келген жоқ. Аздан соң кемпір де келін де Ғазиза қайда жүр деп таңғалыңқырап жатты. Аяғында тысқа шығуға айналды. Сол уақытта атты суарып келіп, шөбін салып, жайлап болған Қалтай да үйге кірді. Үйдегілер түгелімен Ғазиза қайда деп шу ете қалды. Қалтай саспаған, сезігі жоқ пішінмен, «Бағана кетіп еді ғой, келмеді ме?» деді. Кемпір де келіні де тынышсыздана бастады. Қалтай бұл жұмыстан ерте бастан өз бастарын арашалап қоймақ болып, әуелдегі айта бастаған сөзінің жөнін баптап ұқтырып, бұл бір пәленің боларын алдын ала білгендей дайындап алған сөздерін сенімді қылып айтып шықты. Мен шөп суарған соң, құдықтың қайда екенін білмей соны сұрадым. Балаңыз көрсетейін деп, қорадан бір талай жер ертіп шықты. Күн қатты боран болып, суық болған соң тоңып қалар дедім де құдықтың бетін біліп алып, үйге қайтарып жіберіп едім. Әлде сонда қораны таба алмай адасып кетті ме деп, аналардан бұрын сезіктенгендей, тынышсызданғандай пішінге мінді. Кемпір мен соқырана шошып, «Қарағым-ай, үсіп кетер мекен, Құдай-ай, тағы неге ұшыраттың» десіп киініп, тысқа шығуға айналды. Ақан да басын көтеріп Қалтайға, «Тысқа шық, айналаны қара, айғайлап дауыста, тез бар» деді. Әлсіз, кем-кетік әйелдер бірінің артынан бірі ұстап, өңдері бұрынғыдан да жаман бұзылып, Құдайына қайта-қайта сыйынып, Қалтайдың артынан ере шықты. Түтеп тұрған боран Қалтайдың сөзін шынға шығармақ болып құтыртып тұр. Есік пен төрдей жердегі қарайған бұлдырап жөнді көрінбейді. Ұйтқып келіп бетке жабысқан майда қар көзді ашқызбайды. Кемпір күннің түрін көріп назалы дауыспен, «Құдай, тағы төбемнен ұрайын деген екенсің ғой, қарағым адасты ғой, ұшып өлді ғой, әруақтарым қолдай көр, Ақсарбас» деп баласын шақырып айғайлай бастады. Келіні де сүйенгені, тілеуі, зары болып қорқып тұрды. Қалтай қорадан ат алып мініп шығып, қайта-қайта айғайлап шаба жөнелді. Аз жерге бармастан қарасы өшіп, боранмен араласып көрінбей кетті. Айғайлаған дауысы азақ жерге естіліп, аздан соң ода үзілді. Әйелдер де дауыстың естілмейтінін білген соң ішінен зор қауіпке түсіп зарлап тұрды. Бұлардың бар дәрмені айғай болғандықтан қайта-қайта айғайласып еді, көп уақыт өтті. Тәңірі, жоқ болды, өлді деп әйелдер зар салып дауыс айтып үйге кірді. Бұрынғы қайғының бәрінен жаңа қайғы күшті болды. Өлді деуге көңілдері қимай, келер деген үмітті көбірек медеу қылайын десе де, көңілге кіріп қалған қорқыныш жүректерін билеп әкетіп отырды.
терезеге түтеп соққан қатты жел бір қалпынан ауған жоқ. Бірталай уақыт өткен соң дүрсілдетіп Қалтай келді. Бірақ үйге жалғыз кіріп келген жерде-ақ енді еш нәрсенің болмағанына көздері жете бастады. Қалтай, өзім адасып кетіп, ауылды әрен таптым, еш жерде жоқ деді. Әйелдер сол түні таң атқанша шам жағып ұйықтамай отырып, Құдайдан тілек тіледі. Сыйынды, жылады, бірақ ешбір көмек берген жоқ. Шыдай алмай, зар қаққан сорлыларға қыстың ұзақ түні жылдай болып созылды. Ақырында таң атты. Қонақтар ерте қамданып, жүруге ыңғайланып жатты. Таңертең де қарап, еш нәрсе таба алмаған Қалтай маңайдағы ағайындарына хабар берген. Тұрып алып, тез қамданған соң, Ақан кемпірдің қақсаған зарына шыдай алмай, аттарын дайындап жүріп кетті. Жиылған ағайындары көп іздемей-ақ, екі жас бейіттің арасында өлік болып қалған Ғазизаның сүйегін тауып алды. Үстіндегі онсыз да жұқа киімдері әр жерге шашылып қалыпты. Ғазизаның шашы азырақ дудырап қапты. Денесінің жартысын қар басқан. Әкесінің бейітіне жабысып, қасіретті өмірдің ақырғы қуатын сол жерде берген екен. Өлер сағатына шейін қабағын басқан қайғы бұл уақытта жадыраған ізі қалған жоқ. Балалық жүзінде менде жазық жоқ, мен тазамын деген ашық тазалықтың белгісі, қайғы қасіреттен сейілген жас баланың ажары бар. Жауыздықтың жас құрбаны қасіретке толы өмірінің азапты ақ түтігінен адасып өліп, мәңгі толас тапқандай.